Бүгін біз табиғаттың ең әдемі әрі ең жұмбақ жануарларының бірі қабылан туралы сөйлесетін боламыз. Қабылан деген кім? Ол мысық тұқымдасына жататын ірі, күшті жыртқыш. Оны көбіне ормандардың немесе таулардың қожайыны деп атайды. Себебі ол өте жасырын өмір сүреді. Қабыланның ерекшелігі оның сабырлылығы мен шыдамдылығында. Ол өз жемтігін сағаттар бойы аңдып, ең қолайлы сәтті күте алады. Оның әрбір қозғалысы есептелген, ал оның сымбатты денесі табиғаттың нағыз өнер туындысы сияқты. Осы жануардың өмірі көптеген құпияға толы. Көптеген адамдар қабыланды жолбарыспен немесе гепардпен шатастырып жатады. Бірақ олардың айырмашылығы өте үлкен. Мысалы, қабыланның денесіндегі дақтар гүлге ұқсайды. Олардың ортасында қара нүкте болмайды, ал ягуардың дақтарында болады. Гепардтың дақтары болса, жай ғана дөңгелек қара нүктелер. Қабыландар нағыз жалғыздықты сүйетін жануарлар. Олар өз аумағын белгілеп, оны басқа жыртқыштардан қорғайды. Бұл жануардың мінезі де ерекше. Ол өте сақ, ақылды және кез келген жағдайға тез бейімделе алады. Қабыландардың әлемдегі орны ерекше. Олар Африканың саванналарынан бастап, Азияның қалың ормандарына дейінгі әртүрлі жерлерде өмір сүреді. Бұл олардың кез келген ортаға бейімделе алатындығын көрсетеді. Мысалы, суық тауларда өмір сүретін қар барысы да қабыланның бір түрі болып саналады. Олардың бәрінің ортақ қасиеті – жасырыну шеберлігі. Әдемі терісі оларға ағаш бұтақтарының немесе биік шөптің арасында көрінбей қалуға көмектеседі. Осы қасиетінің арқасында қабылан ең сәтті аңшылардың бірі болып есептеледі. Қабылан туралы әңгімелегенде, оның табиғаттағы маңызды рөлін атап өту керек. Ол табиғи тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Жыртқыш ретінде, ол көбінесе ауру немесе әлсіз жануарларды аулайды. Бұл басқа жануарлардың популяциясын сау күйде ұстауға ықпал етеді. Яғни қабылан орманның немесе таудың санитары сияқты. Оның арқасында табиғаттағы тіршілік тізбегі бұзылмайды. Сондықтан бұл жануарды сақтап қалу біздің ортақ міндетіміз. Ендеше, осы таңғажайып жануардың өміріне тереңірек үңіліп көрейік. Қабыланның сыртқы келбеті оның басты ерекшелігі. Оның денесі ұзын, сымбатты, бірақ сонымен бірге өте мықты және бұлшықетті. Бұл оған ағаштарға оңай өрмелеп, үлкен олжаны да көтеріп кетуге мүмкіндік береді. Оның терісінің түсі сарғыш немесе алтын түстес болып келеді де, үстін қара дақтар басып жатады. Бұл дақтардың пішіні әртүрлі. Олар қабыланға қоршаған ортамен біте қайнасып, көрінбей қалуға көмектеседі. Әр қабыланның дақтарының өрнегі адамның саусақ ізі сияқты қайталанбайды. Бұл ғалымдарға оларды бір-бірінен ажыратуға мүмкіндік береді. Қабыландардың мекендейтін ортасы өте ауқымды. Оларды Африканың ыстық саванналарынан, Үндістанның қалың джунглилерінен, Қиыр шығыстың ормандарынан, тіпті таулы аймақтардан да кездестіруге болады. Олардың осындай әртүрлі ортаға бейімделуі таң қалдырады. Мысалы, амур қабыланы сияқты түрлері қалың қар мен аязға төзе алады. Олардың жүні басқа қабыландарға қарағанда қалыңырақ болады. Ал Африкада тұратын түрлері ыстыққа бейімделген. Олардың басты талабы жасырынатын жердің болуы. Сондықтан олар ағашы көп, бұталы немесе тасты жерлерді таңдайды. Қабыланның дене бітімі оның аңшылық өмір салтына толықтай сәйкес келеді. Оның алдыңғы аяқтары өте күшті, ал тырнақтары өткір. Бұл тырнақтар ағашқа өрмелегенде илмек қызметін атқарады. Ол жүрген кезде тырнақтарын ішіне тартып алады. Сондықтан ол дыбыс шығармай, жемтігіне білдіртпей жақындай алады. Оның есту және көру қабілеті де керемет дамыған. Қабылан адамға қарағанда қараңғыда 6 есе жақсы көреді. Бұл оған түнде аң аулауға үлкен артықшылық береді. Оның ұзын құйрығы тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Әсіресе ағаш бұтақтарында жүгіргенде. Адамдар қабыланды оның әдемілігі мен сымбаттылығы үшін жақсы көреді. Оның әрбір қозғалысынан мықтылық пен сабырлылық сезіліп тұрады. Көптеген мәдениеттерде қабылан күштің, батылдықтың және айлакерліктің символы болып саналады. Алайда, дәл осы әдемі терісі оның басына бәле болып отыр. Кейбір адамдар оның терісі үшін заңсыз аулайды. Бұл қабыландардың санының азаюына әкеліп соқты. Сондықтан бұл жануарды тек тамашалап қана қоймай, оны қорғаудың қаншалықты маңызды екенін түсінуіміз керек. Қабылан туралы айтқанда, оның таңғажайып қабілеттеріне тоқталмай кету мүмкін емес. Бірінші қызықты дерек – қабыландар нағыз акробаттар.
Олар 6 метрге дейін алға, 3 метрге дейін жоғары секіре алады. Бұл оларға кедергілерден оңай өтуге және жемтігін қуғанда үлкен артықшылық береді. Олардың денесінің икемділігі сонша, тіпті биік ағаштан басымен төмен қарай түсе алады. Басқа мысық тұқымдастарының ешқайсысы мұндай қабілетке ие емес. Бұл олардың ағашта өмір сүруге қаншалықты бейімделгенін көрсетеді. Екінші қызықты дерек олардың керемет күшімен байланысты. Қабылан өзінен 2-3 есе ауыр олжаны көтеріп, биік ағаштың басына алып шыға алады. Ол мұны не үшін істейді? Себебі жерде қалған олжаны арыстандар немесе қорқаулар сияқты басқа жыртқыштар тартып алуы мүмкін. Ал ағаштың басындағы тамағына ешкім тиісе алмайды. Бұл оның аман қалу стратегиясының бір бөлігі. Ол өзінің азығын бірнеше күн бойы ағаштың үстінде сақтап, ашыққан кезде қайта оралып жей алады. Бұл оның ақылдылығы мен күшін бірдей көрсетеді. Үшінші қызықты дерек қабыландардың сөйлеу қабілеті. Олар бір-бірімен әртүрлі дыбыстар арқылы хабарласады. Мысалы, олардың ырылдағаны ағашты кесіп жатқан араның дыбысына ұқсайды. Бұл дыбысты олар өз аумағын белгілеу, немесе басқа қабыландарға ескерту жасау үшін шығарады. Сонымен қатар, олар мысықтар сияқты мияулай алады, ысылдайды және ақырады. Әр дыбыстың өз мағынасы бар. Бұл олардың біз ойлағаннан да күрделі әлеуметтік өмір сүретінін білдіреді. Бірақ олар мұны өте жасырын түрде жасайды. Төртінші дерек қабыландардың суда жүзуге шеберлігі. Көптеген мысықтар суды ұнатпайтыны белгілі. Алайда қабыландар бұл ережеден ерекшеленеді. Олар судан қорықпайды, керісінше өте жақсы жүзеді. Кейде олар балық, шаян немесе басқа да су жануарларын аулау үшін суға түседі. Ыстық күндері салқындау үшін де суға шомылуы мүмкін. Бұл қасиет оларға аң аулау мүмкіндіктерін кеңейтіп, кез келген ортада азық табуға көмектеседі. Олардың осындай жан-жақтылығы мен бейімделгіштігі шынымен де таң қалдырады. Қабыландар жай ғана әдемі жыртқыш емес. Олар өздері өмір сүретін экожүйенің маңызды бөлігі. Олар табиғаттағы реттеуші рөлін атқарады. Қабыландар негізінен тұяқты жануарларды, мысалы бұғы, киік, жабайы шошқаларды аулайды. Олардың санын бақылау арқылы қабыландар өсімдіктер әлемін сақтап қалуға көмектеседі. Егер шөпқоректі жануарлар тым көбейіп кетсе, олар ағаштар мен шөптерді толығымен жойып жіберуі мүмкін. Бұл бүкіл орманның немесе саваннаның экожүйесін бұзады. Сондықтан, қабыланның болуы сау табиғаттың белгісі. Сонымен қатар, қабыландар табиғи сұрыпталу процесіне ықпал етеді. Олар көбінесе ең әлсіз, ауру немесе кәрі жануарларды аулайды. Себебі оларды ұстау оңайырақ. Осылайша, олар шөпқоректілердің популяциясын күшті және дені сау жануарлармен толықтыруға көмектеседі. Бұл аурулардың таралуын азайтып, басқа жануарлардың денсаулығын жақсартады. Яғни, қабылан табиғаттың тепе-теңдігін сақтайтын дәрігер секілді. Оның жойылуы бүкіл тіршілік тізбегіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Өкінішке орай, бүгінгі таңда қабыландардың саны жылдан жылға азайып барады. Бұған бірнеше себеп бар. Ең бастысы, олардың мекендейтін ортасының тарылуы. Адамдар ормандарды кесіп, қалалар мен егістіктер салып жатыр. Нәтижесінде қабыландар үйреншікті жерінен, азығынан айырылуда. Екінші үлкен қауіп – заңсыз аңшылық немесе браконьерлік. Кейбір адамдар олардың әдемі терісін немесе сүйектерін сату үшін аулайды. Бұл әрекеттер қабыландардың кейбір түрлерін, мысалы, амур қабыланын жойылып кетудің аз-ақ алдына әкелді. Біз бұл керемет жануарларды қалай қорғай аламыз? Ең алдымен, қабыландар және олардың табиғаттағы маңызы туралы білімді таратуымыз керек. Адамдар оларды не үшін қорғау керектігін түсінгенде, оларға деген көзқарас өзгереді. Ұлттық саябақтар мен қорықтар құру, олардың табиғи ортасын сақтаудың ең тиімді жолы. Сондай-ақ, браконьерлікпен күресетін ұйымдарға қолдау көрсету маңызды. Қабылан терісінен жасалған бұйымдарды сатып алмау арқылы, әрқайсымыз өз үлесімізді қоса аламыз. Қабыландарды сақтап қалу, болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз.